Құрметті қазақ елі, Жадыра тәтеміз 4 баласымен қиын сынаққа тап болып үйсіз қалды. Құдайым кешіргір, өзімде де үй жоқ білесің ғой. Ассалаумағалейкум, друзья, Қазақстан мен Грузия. Біз үйлі болдық, жеги. Біз семьяның біз ғана қалдық, ұялмаған. Даже шашуға қандай конфет шашатып жаттап алды ғой бар. Барбаристер келді, кімдір? Кіз ме? Иә. Сендер әлі өздерің үй алған жоқсыңдар ғой. Әрі-бері көшіп жүріп сынып қалама деп сувенир алдым. Досым, аферист. Документ бойынша ажырасып үй алған, екеуі бірге тұрады. Жалғыз басты аналарға үлготымен үй береді екен. Сонда сен маған ажырасайық деп тұрсың ба? Ешкім ештеңе білмейді. Ел жұрт бар емес пе? Ағайын туысқан бар. Мама білсе не болады? Енді ЗАГСке барып арыз жазасыздар, сіздерге справка береді. Енді соттың қаулысы шығу керек, алимент бар. Ұрат, соғат, тепкілет. Ажырастыңдар. Алла разы болсын, аға. Енді ұялан ба? Әлі қайда. Комиссия құжаттарыңызды қарайды. Үйіңізге барып әлеуметтік жағдайларыңызды тексереді. Бекер келістің бар бол. Жүрегі тығыл. Шай, микрополисті қояды ғой. Сен естің ба? Айжан мен Сырма ажырасты ғой. Измен ажырасады дедім, құмар ойын ойнайды дедім, ұрды деп айтып ғой, мә кешірші. Қатынырат еше саған ақыл айтама, сен білесің ба, бытовой насилие екен? Мен білем ғой, мен ұрмаймын ғой. Мен ұрмаймын. Айжан өкінішке орай, домашняя насилияның құрбаны. Сырым сияқты оңбағандарды біле жүріңіздер. Достар, Айжанға көбірек қолдау керек. Өтініш, лүпіл басып, репост жасайық. Болды, ойын бітті. Тоқтаттан өтірік екен мойында. Үй алмайсың ба? Ұялам, но үй алам. Айжан, тоқтат дедің ба, тоқтатпан. Тоқтатпай. Тоқтатпай. Ана баланы қараңдаршы біреу. Не болды? Не болып қалды, а? Не шашылып жатыр мына жер? Бір күн таза тұрмай ма? Мына баланы аузына бүйтіп сосканы саласызсан қайтеді, а? Тез бар кейін садикке кешігесің. Не, мама, не? Мама, тұр ағыз. Не? Ай, сен де бір... Тоқтай тұршы. Қазір. Қабаттасып, бір бар ғой осы асыққан кезде. Дайым тұрады маған бір. Тоқта, қайда барасың? Доча. Папан ұйықтап жатыр ғой. Тез жеңдер бала ұйықтап атқанда, қыз кетесіңдер. Мама, мен бұлын тойып кеттім. Все хорошо, кеғапте? А? Ай, молодец. Әлі болмағансыңдар ма? Жоқ, болдық. Мен тұрып кендіре берейін, сен отырып жеп ал. Тағы да жұмыртқа ма? Жемеймін. Жүрдер, бош. Асығып тұрғаннан кейін жұмыртқа қуыра салдым. Тоқтарға рахмет айт.
Әйтпесе дым тамақ пісіре алмайын деп тұрсың. Бүгін комыс Лука келеді. Тағы ма? Не айғайлайсың, мен ба жіберіп атқан? Папа, мен великпен барым келеді. Қызымның великін бұзылып жатыр ғой, білесің ғой. Сен істеп берем дедің ғой. Иә, енді жұмыста кешігіп жатырмын. Кешке келістік пе? Жүр. Болды, я, доча? Шық. Опа, давай. Иә. Назар аударма қалтам тесік бірақ мен байым езуде күлді бірақ ішімде уайым өзімді қоярға жер таппаймын мен батпаймын назар аудармаймын Көзге қарамайсың бе? оттамайын бар ішіммен жансам оларды оттамайды жоқ қалай Сәлеметсіз бе? Саламат. Бір нәрсе жаздыңыз ба? Шығып болмай жатыр. Олай болса, жүріңіз. Шабаттандырайын. Жіберсеңізші. Кешіріп сұрайын. Бара ғой. Тағы да садиктің ақшасын төлейтін уақыт келді. Тағы кешіктіріп жатсыздар. Армысыздар, қоғам телеарнасының көрермендері. Эфирде Таңғы шай бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта шахматтан республика чемпионы Ернар Сакупов. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, жарыс қай қалада болды? Рахмет, жалпы жарыс. Қайырлы күн. Сіздермен бірге түскі шай бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Бақытбек Қарамырзаев. Неғып бәрін бір күнге болып қойған? Тамақ ішетін уақыт жоқ. Өмір салты. Адамның бұлшық еті толық демалу үшін қанша уақыт ұйықтау керек? Қайырлы кеш, сіздермен бірге кешкі шай бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта психолог Айнұр Серікқызы. Айнұр ханым, айтыңызшы, қазіргі таңда неге ажырасу көп? Біріншіден, шақырғандарыңыз үшін үлкен рахмет, ал егер де Қандай керемет. Көрді степесіні бұдан? Шоқ отағасы. Сіздің кітабыңызды айтамын. Оқып бітірдің бі? Да? Отағасы, шай ішіп әлденіп алыңыз. Жаным, ботам, жүрегім қошақан. Шайға тәттілер алып келдім, жаным. Ботам, жүрегім қошақан. Оп! Жаным, жүрегім қошақан. Ботам. Жандарым. Отағасы тоңып қалмасын. Одан да барлығымыз бірге барып, көрпен астына жылынбадық ба? Осы қатындар тәтті, мен ойлайды да жүреді. Жүріңдер қошақандарым, ботақандарым. Не істеп отырсың, жылжытпайсың ба? Да, жаңа жерден қайттан. Қош, сау болыңыздар. Болды. Осыны айта алмай отыр ма? Осы жылжыта алмай отырсың ғой сен? Мара, қойш, өзің ойланбайтын да бір. Ойланып кеттің, сен есің дұрыс па? Не? Сен ертең редактор ойнап отырсың ғой, одан да соны ойла. Сосын бастық болды ойла. Сосын өздері келеді ойламаған жерден. Мара, ертең мен редактор бола алайын. Одан кейін жеке өзім кітабым жазғанда кетейін деп тұрмын жоғарға. Байып кетемін срочно. Кітап? Иә, кәдімгі мынандай кітап. Сыртында өзімнің жеке, өзім суретін тұрады былай, рабочий жағыммен бетіп барған. Не кітап? Марстағы қазақтар деген. Марстағы қазақтар? Ма, досым, алыс емес пе? Мара, қазір оқырмандар деген фантастиканы жақсы көреді.
бір комнатты квартира 45 миллион теңге тұрады. Вот саған фантастика. Жердегі шаруаларды бітіріп алшы, қоймай далаға. Так, Ассалаумағалейкум, Басеке. Марғел, сәлем. Ассаляматсыз. Осындайларда бұртсы керек Марсқа. Ну что, знакомьтесь, Максат, наш сценарист. Марлен, наш режиссер. Максат, это как ты давно работаешь с нами, и я считаю, что лучше будет, если ты останешься в качестве сценариста. Редактор өткендегі айтып отырған. Знакомьтесь, новый редактор Мади Бейбутоло. Ну, удачи. Давай. Ага. Вот, братишка, редактор менде. Бейбітұлы. Екіншіден, редактор мырза. Кешіріңіз, братишка, Бейбітұлы, редактор мырза. Так, жігіттер, бізге жаңа бағдарлама қосылып жатыр. Соның сценарийіне мақсат кірсе бер. Қай уақытта? 3 бағдарлама жазып жатырмын. Қай уақытта? Мақсат, жұмыс үйде тұрғаны жақсы емес пе? Не бағдарлама аты қандай? Түнгі шай деген. Бағдарламаның атын кім ойлап табады? Біздің бастық Кенияның азаматы емес пе? Не болып кетті? 5 жыл болып жүргенде, 5 жыл. И какой-то чего келеді да? Сен орнына отырып алады. Бәрінің жолы болғыш. Неге именно мен? Неге? Маған алышты. Ұнамай ма? Онда жұмыстан шығып кетті, кітабын жаз. Сосын квартираны сен төлейсің ба? Таңғы шай, түскі шай, кешкі шай. Ертең 5-ші шай деген шығады, сосын онда мен жазатын шығармын. Қалай саған? Сен ешін дұрыс па? Ұнамай ма? Марсқа барып тұр. Маған айқайлаған ешін. Жігіттер, шай ішейін деп шайға жүріңдер. 5-ші шай ішетін жалай орны. Қалайсың? Айым сені күтіп ұйықтап қалды, ана велигін жөндеп берсе. Уәдеңізде тұрсаңызшы, редактор мырза. Біріншіден редактор емес. Екіншіден кіріп келгенде шаруа айтпа. Мен еріп жүрмін саған. Жүрет, шай ішесің бе? Ішпеймін. Сценарий жазу керек. Құдды бір Қызылорда мен Жезқазғанның даласындай айдалада Марс планетасының көк түске боялған ғарыш кемесі қонды. Жан, не жазып отырсың? Кітап. Кітап. Қазір кітапты ешкім оқымайды ғой, соған уақытыңды кетірмеш. Келмесен шабытыңды ашып берейін ба? Жаппаш. Ашайыншы енді. Тартшы қолыңды бас, тамақ сасып тұрсың. Тамақ сасып тұр. Конечно, сасим тамақ. Таңнан кешке дейін кухнядан шықпасам. 3 баланың артынан жүгірем деп, не өзіме де уақыт жоқ. Кітап, бір көмектесуді білмейсің ғой. Бұрын киноға барып, шығып тұрушы ек, қазір вообще маған назар аудармайсың. Хотя ертең бір супермаркетқа бірге барып продукт алайықшы. Саған айтып тұр мақсат. Макс.
Кешіріңіз. Қалдым деп. Отбасымыз деп алаңдап қалдым. Әуетпеңізге кешіріңіз. Жолыңыз болсын. Жақсы. Оқасы жоқ. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Ақырын шегініп алыстап кетті ау қырғырлар. Сіз бұл кітапты оқығансыз ба? Тек сол жерін ғана оқыдым. Мақсат. Жақсат. Шынымен. Сая. Сая? Мен Тайды ойладым. Ал мен сізді ауруханадан қашып кеткен Шурик деп ойладым. Бұл жаңа мен үйден... Мақсат, тұр. Макс, тұр, кешігесін. Не ағып айтасың? Тоғы жолып болды, тұрсаңшы. Ой, айтпайсың да? Мен кеше түнде сценарий бітірген жоқпын ғой? Сен кеше түнде біраз нәрсе бітірген жоқсың ғой? Киімдерім қайда? Жуып қойған, тамақ сасып кетті. Ағай, шыққа сәл қалдым ұсталып қолға. Кімге? Саған қатысы жоқ. Өткенде кеше. Кім? Артымыздан қалмай қойды ғой, білесің бе? Кім? Өткендегі. Жоқ, көзем өзіңіз көттің ме? Қайда жүрсің кешегі? Жүздіктіңді деген көлік қағып өткен ғой, прикинь. Сондай ғой отыр шаруа. Кич, баяғыда қайтыс болатын жүздіғым, а? Сценарий қайда? Кеше қонақтардың тізімін кеш жіберді ғой, өзің білесің ғой. Мақсат, тездет. Мына Шигол. Бізді кәдімгідей Шигол қылып тұр ғой. Шигол демеңіз. Шигол Бейбітұл деңіз. Редактор ғой. Все-таки уважение болу керек шығар. Сосын не менің артымды ашып отырсың? Қашан? Да. Здравствуйте, Марлен Толопкалиевич. Мы заметили подозрительную активность на вашем банковском счете. С вашей карты снимаются деньги. Вам удобно сейчас говорить? Нет, я сейчас с мошенниками общаюсь. Другому лаху позвоните. Қалай әңгіме ұйықтатып жүрген жоқпын ба? Мәш. Екеуін ұйықтатып жүрген соң. Тұршы. Арман. Тұршы емді. Туу, осылай жата бересің бе? Арман. Біресі. Тұршы, тұр. Өзіңде достарыңды қарасаңшы. Бәрі тынбай жұмыс істеп жүр. Да. Сен мынау, кем болмаса мені бір рет ойласаңшы. Мені қойшы. Балаларды ойласаңшы. Тамаша қойылым екен. Шақырғанына рахмет. Да. Мына аптың бірдеңе түсініп отыр ма екен? Аптыңды айтам. Бірдеңе түсініп отыр ма екен? Ақырын естіп қояды. Осыдан тұрмасаң, мен кетем.
Роддомдағыдай құлап бұл. Когда у вас с мужем был секс в последний раз? Примерно бір-екі үш аптадай болды. Если у вас не было близости с мужем более 3 дней, есть огромная вероятность, он думает о другой. Да ну. Я помогу вам. Запишитесь на личную встречу со мной. Телефоны указаны в ссылке профиля. В связи с банкротством компании всем акционерам возмещается компенсация в виде денежных средств. Можно, пожалуйста, вашу фамилию, имя и отчество? Левин Олег Харламович. Қысқаша айтқанда, ұлық қой. Әлде? Емес пе? Бара. Сен яндай бола ма? Бір түсті екінші күн жалғастырып көрген. Өмірде. Қаншымда? Короче, кеше мен бір қызбен танысам. Бүгін ұйықтаған кезде сол қызбен театрда ойнап тұрмын. Прикинь. Прикинь, ты не айтыл? Кәдімгі өмір сияқты. Жалғасып тұр ғой. Ана қыз деген енді бомба бар ғой. Аты Сая. Все, өзім түсіндім. Өткен ана ұйықтап кеттің енді бүгін түс көрінді өтсін. Досым, 15 мың теңгені атайын, барып қайтшы бір. Мара, мен онда емеспін. Досым, ешкім онда емес. Аяқ астынан болып кетеді ғой. Мара, айтып отырмын саған, мен онда емеспін дейді. Правильный болып қолмашы. Принципиально правильный боламын. Ал ертең мен ажырасып кетсем мысалы. Балдарын басқа біреуге әке деп жүрсе қалай саған? Әкесі өссе қалай саған? Керек емес ештеңе. Білме? Маған не ашылыңыз? Жемедір ол шөйекті онда. Айтып сана ұйықтап отқан кезде білесің бе? Енді. Әй деп отқанда бір ой айтып жүреді ғой. Әлде? Емес пе? Çay şekerini alsın mı? Жұмысқа кешегі сияқты кешігіп қалсам, ұйқыдан тұрам, костюм салдым ба? Фык, жұмысқа. Папа қойын деген ба? Жан, что там? Балалар ұйықтап жатқан кезде. Күш басым ұрып тұр, мен ұйықтаймын. Енді ары кетсе, бір 5 минуттан кейін ұйықтарсың, не ол? Кел, кел. Что там сен жағырың ашып отыр ма? Кеттім мен. Қайда? Аптекаға. Не үшін? Ет алам. Селем, қарындас. Димедрол беріп қойшы. Қайда? Не қайда? Назначение қайда? Назначение керек па? Негізі бар ғой, жездем. Ұйықтай алмай жүрген. Негізі несі бар? Назначениесі. Үйіне тастап кеткен ғой, барып келем дегенше 2 сағат түсіністікпен қарап бере ғой дағы. Жоқ, мен сіз түсініп тұрмын. Бірақ сізден мені түсініңіз. Маған жұмыс керек. Тем более димедролды біз назначениесі бере алмаймыз. Просто жездем ұйықтай алмайды таңға дейін. Ол ұйықтамаса енді апашка ұйықтай алмайды. Апашка ұйықтай алмағаннан кейін ана балдарды ұйықтай алмайды, ертең сабаққа барған. Дұрыс оқи алмайды деп ойлаймын да, просто адам болғаннан кейін. Жарайды. Бірақ
келесте назначениемен келіңіз, хорошо? Келесі жолы назначение, жездем, мен, врач, бәріміз комбо болып келеміз ғой. Рахмет саған, аман жүр, ауырма. Таңертең аш қарынға жол су іш жарай ма? Реті келсе жүгір. Асия. Айтқан жоқпын, жұмысқа тіс жаймен бірден кетем. Асығыз. Таранып ұйықтамайтын шығарсың. Мен саған айтқан жоқпын, жиналыс деп. Құртылады қол шашың бәрібір де. Енді туфлимен ұйықтамайтын шығарсың. Сол фотомодель өзің? Көргенмен қуаныштымын. Қалайсың, Сая? Жақсы. Сенде бәрібір не болды? Тамаша бәрі. Сен отырсың ғой жанымда. Бүгін костюм шалбар киіп дайындалып келіпсіз ғой, Шурик мырза. Сіздің не до конца дайындалып қойған ғой? Мінеки, сіздің счетыңыз? Бізге мәзір бере қойшы, тапсырыс береміз, жарай ма? Жақсы. Сая, сен мен сырттан күт, далада. Артымен мен барам. Неге? Қызық болады. Жаймен орнынан тұрып, даладан күт, жарай ма? Мен бара қойып, көп ұзамай. Жарайды. Мұрат 39 емес па аяғың? Жүгір, тез. Сынбек, не үшін жүгірдік? Кездесуіміз есімізде қалсын деп, счет төлемей қашып кет. Мен жаңа шығарда төлеп кеттім ғой. Қанша болды айт? Ой, керек емес. Сен не, үнемі осындайды шешесің бе? Не ғой? Досымдікін киіп кеткен ғой, қызық болсын деп. Нені айтып тұрсың? Сен нені айтып тұрсың? Туфлиіңді. Е, мен де соны айтып тұрмын. Досымдікін киіп кеткен ғой, үлкендеу шешіліп қалып. Сосын мен жалаң аяқ қатты жүгірем ғой. Солай ма? Мен туралы айта береміз, өзің туралы айтшы. Қайта-қайта сұрай бересің бе? Фотомоделмін деп айттың ғой саған. Фотомодел? Сен бар ба? Әдемісің ғой, 4 пасы бар. 4 па. Әдемі. Жарайды, рахмет. Тоқташы. Не болды?
Қазір. Есім дұрыс па не ойын? Жауырақ боласың күн салқын. Қызық болсын. Құрдым декет. Аяғымды қысқыстады. Ne? Kamazdan түскенде болып қалды ма? Қайдасың? Ей! Әжім қазылмайды. Seni günde görüp kol ıslasıp жүріп неге маған арман неге арман сені күнде көріп қол ыстасып жүріп неге маған арман айтшы арман Бейім осы. Керемет кеш үшін рахмет. Саған да рахмет. Жарайды онда. Мен барайын. Ертеңге дейін. Жақсы. Ертеңге дейін. Пока. Қызға қырында олып қаласың ба? Енді қайда барам? Осындайда біреу оятпайды ол. Отпа, бауырым. Жалаң бас, жалаң аяқ, қайдан кетсің? Сен кім боласың? Түсінбедім. Саяң қасында не істеушісің деймін? Сен кім боласың, Саяқ? Сен кім боласың дейді Саяқ. Натуры Саяқ кім боласың деймін? Тұратшы. Мен Саяның болашақ күйеуімін, ата. Болашақ күйеу болсаң, болашақ әйелің мен қасында не істеп жүр? Бұлыш? Опа! Үй, бауырым, сен тілің ұзын сияқты ғой, Қой деймін саған. Брусчатка екен. Бля, сен түстерің дерске екен. Қатанға ұсталмайсың. Телефон өтірік нөмірі сақынайды етпейсің, ақша жоймайсың. Жұрттың түстер түс сияқты, біздің түстер нефтеме этаждан құлап батасың. Bir қызбен ен сүйсен етқанда брачкаң болып шығады. Нефтеме жыландардың арасын жатасың ба? Иттен қаша алмай атасың. Түсіңді бар ғой, досым. Ютубқа Макстың түсі деп жазсам шыға ма? Мара, түс емес. Реально өмір шын айтам. Жаңа саймен сәл қалым сүйсігі бар ғой. Жүрегім сезініп өмірдегі дейкем. Деп тұр, уайымдап тұрмын, кайф. Басқа қызларға бармайым деп атқан қайда? Түс қой, күнә емес қой. Досым, кім айтты күнә емес деп? Түсіңде имандар айтты ма? Түсімде қызық көрейін де, хотя бы. Сен не қиялданып жүрсің? Мен сен вообще түсінбедім. Әп-әдемі әйелің бар, бала-шағаң бар. Мына мен өміріме қарап, сабақ алмайсың ба? Не сабақ аласың? Бойдақсың ғой сен. Мен сенің ақыл емес, көмек сұрап тұрған жоқпын ба, болды. Не істейін ал, не істейін? Жастыққа барып берейін ба? Қара, түсіме барып жаңа жігіттерді ұрып жіберейік, досым. Мәш. Мәке, сіз қатты кетіп бересіз, Мәке. Нұрайбек, мына екі камераның орнын ауыстырайық, сосын ақ светтер қойыңдаршы мына жерге. Мариш, тыңдашы, қара. Қиялданбашы. Қара, мен не киіп ұйықтаймын, сонымен оянамын мен, түсімде. Мен жауап киіп ұйықта онда. Бәрін қуып жібересің ғой, рахат. Досым, денеге дене тиіп тұру керек. Сол кезде оянамыз да, аналар талды жібереміз, болды. Мен не дейсің енді маған? Құшақтасып ұйықтайық деймін, болды. Мынау деген. Не істеп жатсың енді? Менде бір жақсы таныс емшінің номері бар, соны берейін, қараңыз бар. 10 000 теңге беремін. 5 000 қосайын досым, үстіне 15 000 қарал ол досым, мынау болмайды. 20 000 жата қояйықшы, кіре алмаймын сен түсейін. Неге? Нәскиім тесікпін. Өткенде қарыздардың бәрін кешіріп жіберемін, досым. Сол, қысқаша айтқанда, рахмет.
Менімен жақындаспайды. Вы отдельно живете? Нет, вместе. Бел жағында проблема бар сияқты. Ну это вам не ко мне, это к травматологу. Чуть ниже. Колено? Выше. Мужской жағы бар ғой. Простатит. Я соны айтамай отырмын. Так, ну, знаете ли, если вы мужу, неинтересны, это вовсе не значит, что у него простатит. Сколько лет, простите? Сізден бір 4-5 жас кіші шығармын. Вам за 40? 27. 27. Я думаю, вам нужно поменять стиль. Быть более привлекательной, более сексуальной, что ли. Үйде грудничок, балалар бар. Ұят емес пе? Я болса еміз бе? Давайте попробуем так. Для начала купите себе красивое белье. Приготовьте мужу что-то его любимое. Свечи. Создайте такой романтический ужин. Ну и мой личный бонус. Что это? Это большой сюрприз. Добавьте в красное вино. Мужская сила. Рахмет. Әсия, Мансұр мен балдарын көріп жылататын білесің бе? Ауырып тұрмын ғой мен. Көрініп тұр, ауырып тұрған. Бар кетсе бір-екі сағат ауырайын жасын ба? Таңертең хабарласам. Таңға дейін ауырайын жасын ма? Қазір врач келеді, енді болыңдаршы. Кеттік балдар, мамалардың осылай деп отыр, ойбай кетік. Міне. Не істейін, қол жүйті ұсты олайын ба? Қоңаш, Әсия, сен қуасың ба? Ыңғайсыз қалды, Жоқ, ыңғайлауы нормально, не? Дедім, қалай істедің, үйренесің ғой. Адам бүкіл еңбегін ауаға кетіріп, не істеп жүрсің? Қуасың ба? Мен емес, күйеуім емес пе шақырған? Ішпе. Не ол? Ішпе. Ұсақ бонда етті оған. Жылып кеткен. Бұрын қатымен бұлай өткен бір түрлеген қайдан апайың шақшы бар? Мақсат! Қайда баратсың ба? Ешқайда біздер бүгін UFC көреміз алға төсек салшы бар. Бар. UFC дейді не? Сен білесің ғой түрік сұрамаш. Не істеп өтсің? Ішіп ал деймін, ұйықтаймыз қазір. Осы ұйықтай беректен? Жұтық қойш. Мәлен, темек шек бәдек жүр. Оны ішіп істемей шек көген сап. Мәлен,
Шегеміз. Жүрсек? Шегеміз? UFC. Көрейін деп жатыр. Контакт болу керек қой. Не істеп ұйқуасың ба? Қайда контакт? Ұйқуасың ба? Айтқан жоқпын ба саған? Келістік қой. Құшақтасып жатамыз, әйтпесе түсінде оянбай қаласың ғой. Айқайлай баршы сосын. Түсіндіріп өтпесін мен ұқшы айқайлай баршы деймін. Құшақтасып жатпасақ түсінде оянбай қаласың ғой. Кел. Сен қазір ұйықтап кеткеннен кейін жіберіп қоятын сияқтысың бар ғой. Вообще жасым 30-да емес пе? Қалай жіберіп қоямын мен? Білетін шығармын есімді. Не деймін. Салшы. Әкел шекін жоқ. Дос енді бір түрлі құмы ше. Құмы шатшыдан бөлі. Дос сен, жатып ақша тауып жүрген ешім естімей-ақ қойсын. Барычы қоя бермеші. Қайда кетіп баратсың? Кетіп баратқан жоқпын мен. Құлағым ысып жүрегім қатты соғып бұтырылып баратыр мен. Дәрінің әсері ғой, уайымдама жата бер. Дос жатсаққа бірге көріп келейін ба? Барычы, жатшы. Киіммен жатып қалған несі? Шоқта ұстап алған. Мара, қайдасың? Марыч! Да. Хотя бы жапырақ жоқ па не? Шалбар! Бұлай бола ма не? Бар. Кірпікті жоғама қайыр, фигурасы оның 90-90. 90-90. 90-90. Биді айыр, кірпікті жоғама қайыр, фигурасы... Вау! Бүгін қайда барамыз? Ешкім кедергі келтірмейтін жаққа кеттік. Кеттік? Отыр. Қолымнан ұстап, ұшайық бірге ғарышқа, айға ма әлде Марсқа.
Рахмет. Бүгінгі демалысым күшті өтті. Шынымен ба? Иә. Қазір. Бұл не? Көр. Мен саған. Сен маған айтпай фотограф шақырғансың ба? Сен суретке түскен жақсы көрем дедің ғой? Иә. Қандай әдемі суреттер. Білесің бе, бүгінгі күні түсім сияқты өтті. Ал егер бәрі түс болсашы? Онда оянбай қояқшы. Сәлеметсіз бе? Сіз Мақсат Нұрман емес пе, иә? Жазушы, сізбен суретке түссек бола ма? Әрине. Рахмет. Айтпақшы, автограф қойып бересіз бе маған? Осы кітап бір оқу керек еді. Сіз неше жазылып екенсіз, иә? Сен не туралы жазғанын білмедім. Рахмет көп-көп. Сізге рахмет. Сау болыңыз. Жазушы болғаның маған ұнайды. Мен сені әрқашан қолдаймын. Осыны біл. Рахмет. Жарайды. Мен онда барайын. Сая. Күніміздің дәл осылай аяқталып қалғанын қалап тұрған жоқпын. Неге? Мүмкін менің үйіме барып кино көреміз. Білмеймін. Сен қайда тұрасың? Мына үйде. Қош. Бұл үйден басқа адамдар тұрады ғой? Рас айтам, осы үйде тұрам. Болыңдар, бұл үй біздікі емес енді. Мақсат не, біз көшіп жатырмыз. Үй таппадыңыздар ма, аға? Таппасаңыздар, тұра берсеңіздер. Ой, онда жақсы болар еді. Ай, ыңғайсыз болмай ма? Ыңғайсыз түгі де жоқ, аға. Асықпаңыздар, тұра беріңіздер. Қазақпыз ғой. Жақсы. Жүріңдер. Жақсы болды ғой. Жүріңдер. Қандай жақсы адамсың? Ондайым бар енді. Сая. Сен не, тағы да жүрсің ба? Кешегі ескерткенің жетпеді ме не саған? Тағы да келді ғой мұнылар. Кімдер? Сыныптасың ба? Тимур, саған не керек? Маған жолама деп айттым ғой саған. Қазір Сая, өзім сөйлесем. Қайсың? Головкиннің ударын жегісі келіп тұрған. Головкиннің удары дейсің бә? Қазір сен жейсің. Я досым, ренжімеше, басқа түскір көріп. Значит, құшақтамай ұйықтағансың. Әржет. Бүтілі өп баратырым. Сен кесінен тағы жеп алдың, түсінің бе? Ма, сен не құлы жүрсің бе? Қумас бол жарыр. Қиял ғына, білесің бе? Сен просто қиялдан сол қиялдың артынан ер жүрсің. Я досым, серьезно айтайын, мына қоймасаң, ертең бәріне аяласың қиялдан. Қиял емес деймін. Марлен қараттым да. Қиял болатын болса, Саян өмірде көрмеймін ба? Жоқ қой өмірде. Значит, бұл андай өмір сияқты, сондай шынайы өмір. Өмір? Иә. Мә өмір. Қиял бұл, түсінің бе? Сен не түсінесің бірақ? Түсінбеймін. Не то, что мен, сен бәрі түсінбейді. Түсінше бір адам түсінеді, ол психиатр. Бар соған. Марлен, қойшы. Сөйтіп ақылды болмай қойшы, пожалуйста. Ты, кажется, сценарий до сих пор не сделал, да? Сколько он может тебе ждать, а? Ты почему нас постоянно кормишь завтраками? Мы что, все должны на тебя молиться, что ли, а? Күтсін? Басекесіз білесіз ғой, мен осы орынға жету үшін сколько работал келіп. Работал, какой-то щегол келеді да менің орныма отырып алады. А теперь күтсін.
Эй, ты на меня голос не повышай. Ты вообще как со мной разговариваешь, а? Что? Уволен! Басеке, уволен деген кезде бала нервничает да просто кешіріңіз. Я сказал, уволен. И характер свой здесь не показывай мне, ты понял меня? Хорошо. Хорошо. Прекрасно. Қалай еді? Классно. Классно. Ертең мен свою книгу допишу, потом көресіңдер ма, жалынасыңдар. Кел, кел. Фиг вам сол кезде. Түсіндіңдер ма? Давай, Марлен. Эй! А что за книга, а? Марстағы қазақтар. Что? Далеко, да? Короче, ищи себе другого сценариста. Все, работаем, работаем. О, дайын болдым. Рахмет үлкен, доча. Рахмет айтамын. Рахмет. Оқасы жоқ. Енді сындырмаңдар, жақсы ма? Сау болыңыз. Папа, великте бекші, велигімді жөндеп берді. Қызым, мен шаршап тұрмын, қоя қойшы. Пап, великті тебекші. Ерте кепсің ғой бүгін? Ерте шаруалар бүгін, мен демаламын. Пап, кішкене велик тебекші. Қой дедім ғой саған, неге қоймайсың қайта-қайта қақылдап? Доча, іліңе қарайтын шықер. Мен кәскене ме? Не болған саған? Не айғайлайсың балаға? Барша. Мақсат, сені күні бойы күтіп жүр, ойнай сал. Бәріңіз деп қалсыңдар ғой бүгін. Басқа шаруаларың жоқ па? Демалам мен, ұйықтайым, шықшы бар. Мақсат, сен семьяң ғой, ойнай сал баламен. Жоқ, мен саған адам емеспін бе? Жоқ, мен демалмайым ба сонда? Сен не істеп шаршайсың осы? Барш, кетші. Демалам деп тұрмын ғой саған. Демалам, шықшы. Демал, демал. Сақинам бар, гүлім бар, қонағы. Одан артық не керек? О, сай қалайсың? Неге келдің? Не болды? Маған ұрысқанды ұмытып қалдың ба? Не дедің? Демалайын да, шаршадым ғой, миымды ашытпашы деген кім? Енді бар да демал. Сая, тоқташ. Сая. Қалай? Асия құрсым Сая ренжи ба? Ася. Ася. Қызым. Ал. Мамаң қайда? Мама бір жаққа барып келем деді. Ну с чего вы взяли, что у него кто-то есть? Енді біздің арамыз бұзылып кеткен. Әңгімеміз де жараспайды. Он дарит вам цветы? Жоқ.
Приглашает в ресторан. Жоқ. Ну, может быть, говорит комплименты. Жоқ. Ну, тогда будьте спокойны. У него никого нет. Ну, включите логику, дорогуша. И поверьте моему богатому опыту. Мужчина, чтобы не спалиться, приглашает жену в ресторан, дарит ей цветы и закидывает комплиментами. Да? Хорошо, что не дарит мне цветы. Мама келді, бар ғой ана жаққа. Мама келді ма? Мама келді. Іннің қасына барып ұйықтап қал жарай ма? Оянып кетпей ұйықтап қалады. Аха. Кешірші, енді ұрыспайықшы, насаған. Рамзия, әп-әдемі болып кеткенсің ба? Әсия, саған айтамын. Енді әдемі болып кеткенсің деп тұрған жоқпын ба, Әсия? Я халат киіп әдем болып кеткем ғой. Сол халатты жуғансың ба, әдемі болып тұрсың ғой енді? Аяқ асты жуғам ғой. Әсия, саған не болған? Саған не болған? Не? Не маған аяқ асты гүл беріп жүрсің? Енді ұрысып қалғаннан кейін артын деген жұмсартайын, жақсартайын, мәмілеге келек деп жатырған жоқпын ба енді? Айналайын, осы күнге дейін ұрысқан сайын гүл беретін болсаң, цветочный магазин ашатын едік. Сен бар ғой негізі. Күшті әзілдейсің мама, кеш, бұл дұрыспайықшы. Жо, енді неге ренжисің маған? Мақсат. Не? Бірдеме жасырғаның бар ма? Бар. Жасырып жүрмін, иә. Бір ресторанға барып, ұрыстың артын жақсартайын, көңіліңді орнықтырайын деп шақырайын деп едім ресторанға. Жоқ, қақшаң ұрысып. Бармаймыз болды, галаға звонда балаларды алып кетпей қойсын. Звондайын қазір. Звондама. Не үндемей қалдың? Не болды тағы? Не болды? Саған не болды мен аяқ асты ресторанға шақыр? Аяқ астынан емес, енді бүгін ұрысып қалғаннан кейін кешке осында етіп, артын жауып отқан жоқпыз да ресторанға келіп. Шыныңды айтшы, осы сенде басқа біреу бар ма? Шыныңды айтшы, сен осы басыңа ұрам ба, сәл? Енді не аяқ асты маған гүл сыйлап, ресторанға шақырып? Уағыз тыңдадым. Не уағыз тыңда? Енді уағыз көп қой енді. Қандай? Кәдімгі уағызда енді қандай дейді ғой, не уағыз деген сөз жоқ, не туралы, не айтты ол жерде? Менде бәрі жақсы болу үшін әйеліңмен жақсы қарым-қатынаста болу керексің. Яғни мен саған жақсы қарау керек екенмін. Солай айттың ма? Уағыз тыңдап жүру керек екен, айтқандай мен ойлап жүрмін да. Беші үйде шынындай скатерттердің бәрін ауыстырып сағым келіп тұр. Күшке ремонт жасау, бізге жаңа квартира алу керек ебі, өзімізге не? Естісі бі мені? Мансұр күзгі балдан бірінші орын алды. Мансұр ма? Мәс. Біраз нәрседе ұйықтап қаппын ғой, Сол ғой. Енді неғып ренжіп отсың маған қайтадан? Ренжіп отқан жоқпын. Кешірдің ба? Я емес. Не дейм енді басқа? Қандай? Сызылып айтшы. Я деп. Ал, я. Ал, я емес. Алды алып тысты да, яны бөлек айт. Я, болды ма? Болды ма деген өзі болмай қалып тұр ғой. Қандай? Кешірдім деп айтшы. Кешірдім. Болды ма? Қойшы, болды. Уақыт мәз болып қапты. Галғазғанда балдарды алып кетейік барып демалайық, ұйықтайық. Официант, счетты бола ма? Сосын сенде карточка қалтаңда ма? Ага. Төлеп ташы.
Сонда не мен өз-өзімді ресторанға шақырдың ба? Жоқ. Картаны маған берсейші, мен төлеймін. Сонда мен төлеген болмайын ба? Бүгін просто гүл алып қойдың ғой бір қыздарға. Кімге? Танисың? Жасыл көйлегі бар, жалғыз. Қатты жақсы көресің ба? Бірақ келесте назначениемен келіңіз, хорошо? Жұмысқа ерте емес пе? Ғой ана. Кеше сценарий жазып бітірмеген ғой. Соны бітіріп келейін жарай ма? Жарайды. Көңіл күйің жақсы ғой? Иә. Маған ренжіп тұрасың ғой? Жоқ. Сумка, ноутбук. Айтқаным жақсы. Ұмытып бара тұрмын. Жақтай. Әй, не ағылған өлмейтін жезде ол? Макс, мен сен жақсы білемін ғой. Сен мектеп кезінен өлтіріп келесің ғой, жездеңді білесің ба? 3 рет суға батырдың, 2 рет машина қақып кетті. Терминатор, не бәле анау? Мақсат, шыныңды айтшы, өзіңе керек болып тұр ғой, айтшы. Түріме қарсайшы, досым. Аптекаға барсам деген, назначение сұрайды, анау сұрайды, мынау сұрайды. Неменеге қиындатып жібергенсіңдер? Макс, адамның денсаулығы ойыншық па саған? Сен димедрол сұрап, мә деп сұраса, бет аға салатын, іші салатын дәрі емес қой ол. Әй, димедролды көп ішсе не болатынын білесің ба сен? Жүрегі ауырып, сонда шаншып кетіп сондай бола ма? Ей, сен бер жағын айтып отырсың сен қазір, Макс. Организмің отказ береді. Сосын инсульт, сосын сборасамыз саған. Керек па сол саған? Досым, қорқытпашы мені. Енді не ақыл деп отырсың сен маған, айтшы. Срочно ұйықтау керек болып тұр. Бір жазып бере ғой да. Соңғы рет болсын, Макс. Әйтпесе, жездеңнен бұрын өзің кетіп қалып жүрме. Мә. Ризасың ба? Телефон söndürülü.
Алло, Марич, жұмыстасың ба? Иә. Мақсат бар ма, берші? Ол жұмыста шығып кетті. А? Мә, сен білмейсің бе? Айтпай қою керек кет. Осы ұмытып қалшы, давай, мен жұмыстамын, давай. Давай. Мақсат? Мақсат? Макс? Макс? Мақсат? 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 Ояншы. Мақсат? Макс? Не істегенсің сен? Қазір тоқта. Жетелейді мені сенің жаныңа көзім көреді сені жұмық болса да тоңдырды жаңбыр керегі жоқ қол шатыр екеуміз жалғыз Саламатсыз. Кімсіңдер? Не айтасың, не? Аға, сіз көп дәрі шықпағансыз. Именно осындай кезде ояту керек па, ұйықтат керек. Болмайды сізге ұйықтауға. Сен білесің бе, ана жақта не болып жатқанын? Ұйықтат керек. Ұйықтат алмаймын, ұйықтамайсыз. Саған айтамын, ұйықтат деймін, ұйықтатпаймын. Ұйықтат деймін саған, жемен ұйықтатпаймын. Барлығы сөпті, алып кетеміз. Қайда? Негізі түсініспеушілік болып қалды тегіз. Айыпқа бермаңыз, кешірім сұрайым. Дұрыс. Адам бұл өмірде бір-біріне кешірімшіл болу керек. Өте дұрыс. Түсініп тұрмын. Менімен олай сөйлесудің қажеті жоқ. Ешқандай да ұру емес. Мен тек түс көремін, болды. Түс? Сіз маған мынаны айтыңыз үшін. Сіз қандай түстер жақсы көресіз? Қызыл, жасыл, сары. Қызыл мысалы тоқта, жасыл дайындал, жасыл жүр, сары дайындал. Мен саған айтып отырмын ғой, мен ауырмаймын деймін. Мен телевидениеда кәдімгі сценарист болып жұмыс жасаймын. Иә, кітап жазамын мен. Кітап? Күшті ғой ол кітап деген. Неше беттен тұрады ол кітап? Кім жазып жатыр? Келіңіз, құлағыңыз айтайын. Айта. Успокойте его. Успокоительный, быстро. Алло, Андрюха. Тағы біреу барады, успокой его. Сіз Сая Абай қызы Мақсат Нұрманұлына өмірлік жар болуға келісесіз бе? Иә. Ал сіз Мақсат Нұрманұлы Сая Абай қызын қалыңдық қылып алуға келісесіз бе? Аға? Ағасыңыз? Аға. Тұрыңыз, дәріні ішуіңіз. Не дәрі? Бұл ішпеймін мен. Антибиотик қой? Успокоительный бер, ұйықтат мені тез. Жоқ, сізге устакопоительный болмайды ағасы. Не түпет етіп тұрсың? Не алып болмайды? Бастық айтты ғой, болмайды деді. Давай екеуміз келсек. Успокоительный болады сізге. Білесіз бе, ол димедролды шамадан тыс көп ішкен. Енді оған димедрол успокоительный, сонан кейін есіңізде болсын. Ішімдік ішуге мүлдем болмайды. Өте қауіпті. Қысқасы, оның проблемасы психикасында емес.
кардиологическийге апару керек. Асан. Қазір үйге алып кете берсем бола ма? Әрине болады. Мақсат, сен не істеп жүрсің? Дымда. Жұмыстан шығып кетіпсің ғой. Сол жұмыс бұрыннан ұнамайды маған. Шығып кеткен дұрыс болды, шаршадым. Шаршағаннан ішіп жүрсің бе, Димитролды? Мақсат, мен сенен сұрап тұрмын ғой. Ой, әрі кетсе бір-екі рет шығар ол Димитрол ішкен. Бір-екі рет емес. Маған врач айтты ғой, сен кәдімде көп ішіп денсаулығын құртқансың. Гостиницада ұйықтайсың. Жұмыстан шығып кеттің. Не болып жүр саған? Айтсаң түсінем ғой, сөйлессеңші менімен. Демалам, ұйықтайым, шаршап кеттім. Не? Ұйықтайым. Не ұйықтай бересің сен? Не деген бітпейтін ұйқы сенікі? Ұрысқым кеп тұрған жоқ, қойшы. Мақсат, просто маған түсіндірші. Осы ұйқыдан не табасың сен? Не табасың ұйықтағаннан? Не табасың, айтшы, не табасың? Бақыт! Мен түсінде бақыттымын, ұқтың ба? Өйткені ол жалғасатын төс, ерекше төс. Мақсат, сен қайттан психбольницаға апарайын ба? Нағып, какой-то бір болмайтын түсіңді олай айтып атсың? Какой-то болмайтын түс емес. Ол өмір. Екеумізде жоқ өмір, ұқтың ба? Ояқта мен сүйетін адамым бар. Ұқтың ба? Сен сонда сонымен кездесу үшін Димитрол ішесің ба? Иә. Менің армандарымды қолдайды. Маған сенет, әзіліміз жарасады. Мен әзілдей алады екем. Мен түсімде бақыттымын. Оянғым келмейді. Оянасың не болады? Ананы жасам, мынаны сөйт, ананы бейт. Мен сендердің қызметтеріңе жарайтын, ақша келіп беретін, мусор төгетін, ишак болды, басқа дым емес. Бұл болмағанда мен ұйықтамас едім. Сенен алмаған витаминдерді мен одан алам, ұқтың ба? Мақсат! Сонда не мына мен? Таңдан кешке дейін балаларды бағып, сендердің жағдайларын жасап жүрген ишак емеспін ба? Мен де ишакпын онда. Менде арман жоқ па? Мен қолдау күтпеймін ба? Ишак болғаным аздай. Өзіме де уақыт жоқ, еще саған витамин берем айткен ғой, я? Түрім ұнамай, фигурам ұнамай, үстім тамақ сасиды. Мен саған күйеуге шыққанға дейін бұндай болған жоқпын. Мені мына дәрежеге жеткізген мына сен! Сен түсіндің ба? Сен есің дұрыс па? Мен не кінәм бар? Мен не істедім? Өзіңе қарасай? Боян, білмейм, әдемілен. Мен үйге кірген кезде көзі аларған тақтайды емес, бір әдемі қыз көргім келеді. Қашан? Сені кіріңді жуып жүріп боянам ба? Жоқ балалардың артына жүгіріп ба? Жоқ кухняда жүріп киінем ба? Үйдің тірлігі бітпейді, Мақсат. Семен сөйлескім келіп тұрған жоқ, қойшы. Конечно, сөйлескім келмейді. Конечно. Мен қызық емеспін ғой саған, білесің ба неге? Өйткені сен бөлек дамып кеткесің. Мына мені кухняға қамадың да, өзің бөлек кеттің. Мен сонда балаларды туады екем, өсіреді екем, бағады екем, я? Үйде отырады екем. Ал сен болсаң жүресің түсінде кім көрінгенмен құшақтасып, рахаттанып. Мақсат, мына менің жағдайды жасауға сен міндеттісің. Жағдай жетпей жүр ме? Мен таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүргенім, боғымен жасты балдардың сөзін жұтып, солардың дегенін істеп жүргенім, біреуді дамытатын сценарий жазып жүргенім, шаршағаным, басқасы бәрі. Не үшін деп ойлайсың өзің, ойлашы? Жағдай жасауға кірмей ма бұл? Иә, біз шетелге шығып атпаған шығармыз, бірақ деген не ішем, не жейм, деген сені не кием деген уайым жоқ қой миыңда? Мақсат, мен сенен шетел сұрадым ба? Анда-санда магазинге әңгіме айтып шығып қайтшы менімен. Маған сол шетел. Мына істеген тамағыма комплимент айтып қой, маған сол курорт. Жұмысқа кетіп баратсың, бетімнен сүйіп кетші, мына көтімнен бір ұрып қойшы. Мен сенен басқа бірдеме сұрап тұрмын ба? Ақша емес,
Просто внимание! Внимание! Берші маған! Тупойсың сен! Sen ne kıyaldan uçsun? Bize başı düşünmedin mi? Bu tek kıyal. Sen sonra yerirsin bilesің bе? Ертең дәл осы қиялға ере беретін болсаң, бүгін бәріне егасың. Қиял болмаса саян өмірде көрмеймін ба? Жоқ қой өмірде. Ал егер бәрі түс болсашы. Онда оянбай қояшы. Ася? 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 Qadir, аппаден. Sen nerede? Бірдеме жасырғаның бар ма? Ben söylüyordum. Gelip oldu mu? Sesi verimdi. Redaktörümüz Gel. Böyle kettik. Bir. Директор mu? Оңбаған. Сен не айтып тұрсың? Сонда осы уақытқа дейін мені алдап келдің бе? Жауап бер. Оңбаған. Kızım o. Kızım. Ayım. Ayım. Kızım kaydasın? Ayım. Ayım. Великті қалай тебем? Gördüm kızım, abayla. Ayağımda ortalığında, жарай ма? Артында mı kızım? Ayım келе ма? Жан.
Қызымсың. Молодец, Әкелбек. Кімдер? Дастарханға жарасың. Мансур, айым, қызым келе ғой. Мен ғой сенден папалар. Келе ғой. Саған не керек, Не керек? Әсем, ну кім? Сен кімсің? Сен кімсің? Но мен қатын бала шағам әр жүр жақындама. Көзің ұрды. Әсем, мен түсінбедім, но кім, а? Танымайым. Сіз кімсіз? Бұл мен түсім. Кәме оянам. Оянған кезде сендер қайтарып аламын. Сен бауырым, давай жөнімен бас. Өзің баш жөнімен ұқтың ба? Кет деймін саған. Мақсат, ояндың ба? Оянбадым аға. Әлі түсінбей жүрмін. Сен ұйықтап отырсың ба, жоқ? Оясың ба? Аға қараңыз, мен оянуым үшін ұйықтауым керек. Қазір мен ұйықтап жатырмын. Түсімдемін. Өңіме бару үшін сіз мені ұрып ұйықтап тастаңыз. Ұрған еш, осы да таяқ жедің ғой. Тұршы қане, қарғып тұршы. Аға, түсіммен жоқсыз, ұрасыз, мен өңімнен оянам. Жоқ, ұрғанда айтпа. Ой, аға, не қиындығы бар? Ұрасыз, мен өңімнен оянам, болды. Мен ешкімді ұрмайым деймін, түсінесің бе? Не қиындығы бар? Сіз ғой мен ұратын, мен емес. Мен адам баласын ұрған емеспін деймін, ұрмайым да. Жарайды, онда қолыңызды беріңіз. Осылайынан аласыз да, артқа қарай бір кепке қадайсыз. Бір рет мен осылай оянғам. Қалай қадайым мен? Не қиындығы бар? Сәл шалқайсаң қарны арғай көтеріп кетейін деп тұр ғой. Менің қарнымда нең бар сенің? Мақсат, былай істейікші, екеуміз жүрші, психиатрға барайықшы. Ой, қайдағы психиатр? Ұрыс. Ұрмайым. Онда қада жаңағыдай? Қадамайым да, ұрмайым да, бітті. Таза тұрмыз екенсің бар ма? Мейл, бәрі ұрмайым. Чорт екенсің, чорт, түсінің ба? Керек емес, Мақсат, қойсаң сен. Чумо, таза тұрмыз. Мейл, не дейсің деп, ұрмайым, бітті. Мал, ұқтың ба? Мал. Мәке, сен қатты кетіп білесің, Мәке. Тұрмыз, чумо, мал. Ұрмай бәрі бір алым, қайденсің, ұрмай. Таза шеше. Сен шешеден боқтамасың, Әлі кетпеңерсің бе? Ұрғаным үшін кешірші. Одан пайда болмады ол. Кешірмейсің бе сонда? Кешіргеннен бірден өзгере ме? Енді кешірім сұрап, адамның көңіліндегі нәрсені өзгертуге болады ғой. Адам кешірсе, бәрі орнына келмей ме? Сен мен бақыттым. Мен де бақыттым, жаным. Әсия, не мәз болып отырсың, Жаным мен. Әсия, ұстама қолымнан. Кешірім сұрайым. Қайтадан сен ба? Саған не керек? Тоқташ, түсіндірем. Мен жынды адам деп ойлап отырған шығарсыздар. Түсіндірейін, 1 минут берші.
Әсия, сен анау Абай көшесінде есіңде ма көріп қалған кезде? Гарахой көйлекпен жүрген еді ғой? Сол кезде мынау мен балаларымның анасы дегенді бірден түсінген ғой сол кезде. Мынау біздің алғаш танысқанымызда точно айтып тұр ғой. Сен қайда білесің? Бір, сәл. Басылшы. Қара. Әсия, сенің анау тамақтың иісі шығатын халатың бар емес пе? Соның иісін сағынам деп өмірімде ойламағам ғой. Елки-палки, мынау сенің халаттың иісін қайдан біледі? Мен қайдан білем? Сен не айтып тұрсың, а? Бажа, сәл сабыр сақташы. Қайдағы Бажай? Ұстамашы мен. Әсия, сен мені кешірсең, мен ана өңімдегі Әсиямен қосылайын деп тұрмын. Не деп тұрсың сен, а? Қазір түсіндірем, ашуланба. Мына Әсия, менің ана өмірдегі әйелім. Түсіндің бе? Немене? Әсия, мен түсінбедім, не айтып тұр, а? Сен маған екеуміз екі дүниеде де бірге боламыз дегенің қайда? Нақсын бас істемейтін сияқты. Не айтып тұрсыз сіз? Сен не айтып тұрсың, е? Әсия, қара. Қазір мені кешірдім деп айтсаң, осыдан кейін сендердің көздеріңе көрінбеймін. Кешірдім деп айта қойшы, болды. Мына бар, аяқ. Қоясың ба? Болды, кешірдім. Болды, кешірдім емес, анандай дұрыстап кешірдім деп айтсайшы шын жүректен. Кешірдім. Жоқ, жіберші мен. Кешірдім. Емес, кешірдім. Болды ма? Кешірдім ғой. Кешірдім. Болды. Жіберші. Бауырмен, ана өмірге асып жүрсің бе? Иә, рахмет. Сонда мен саған пышақ тығып жібергім керекпін бе? Иә, болды. Ал, өңіңді оянбай қалсаң қайтеміз? Аға, ондай болмайды. Айтып отырмын, бұл төс. Сен шынымен өліп қалып, мен сот алатын жағдайым жоқ. Аға, айтып отырмын, бұл сізге. Бұл төс, ондай болмайды. Ал, өліп қалдың дейік. Сонда мына дүниеңді, үйіңді қайда қалдырасың? Оның бәрі сіздікі, аға. Пышақты қалай салым керек сонда? Ой, мен не айтып кеттім? Саған ілесіп. Темекін көп шегіп кеткен жоқсыз аға? Сен шексеңші. Саған керек қой, міне, өлім. Оны ұзақ күту керек аға. Сен асығысың, ә? Сен бар ғой, қойшы осы қиялыңды, кинодағы бірдемелер. Жігіт адам шыдамды болу керек. Неғұрлым төзімді болсаң, бәрін жеңіп шығасың. Мақсат, болды. Жақсылап, ұйықта. Иә. Тағыма. Yok кетті. Ал сіз Мақсат Нұрманұлы Сая Абай қызын қалыңдық қылып алуға келісесіз бе? Бәрі дұрыс па? Сая, сен ренжіме. Біз бірге бола алмаймыз. Не деп тұр оны? Мен семьям бар. Оңбаған. Сен не етіп тұрсың?
Сонда осы уақытқа дейін мені алдадың ба? Жауап бер. Қызым. Қызым. Жүрегіңмен сез жаным-ау, мұңымды айтып талайға, қалмайыншы жарай ма, болайықшы қалайда, мәңгі бірге біз, сезім оты өшпесін, қойып қойма нүктесін. Не қылайын, сенсіз қандай болар менің жайым. Сен жанымнан алыстаған сайын, сүйемін деп саған айқалайын. Естілмесе тағы қайталайын. Не қылайын, сенсіз қандай болар менің жайым. Сен жанымнан алыстаған сайын, сүйемін деп саған айқалайын. Естілмесе не қылайын, сенсіз қандай болар менің жайым. Сен жанымнан алыстаған сайын, сүйемін деп саған айқалайын. Естілмесе тағы қайталайын. Мақсат, қойсаң енді. Қанша уақыт өтті? Бәрін жаңадан бастауға болады ғой. Қарашы өзіңе, кім болып кеткенсің? Аға, мен бәрінен айырылдым ғой. Түкте қызық емес. Аға, қараңыз, мені оятып отырған сияқты. Шынымен де, аға, мына қараңыз. Мен оянып отырмын, аға. О, келді ғой. Қалайсың не? Амансың ба, барсың ба? Есің дұрыс па сенің, е? Орның ор жатпайсың ба? Не істейсің мына жерде? Саған айтам, бармансың ба? Имамға атмені берерім да? Сен айтқан жоқсың ба, не сен жұмыстан шығып кеткеніңді? Ұсталып қойып қалдың ба мен? Асия. Барлығы дайын ғой, е? Екі адам. Пара ғой, пара. Дұрыс түсінбей қалмаңыз, әйелім, туған қатыным. Аха, предложение емес. Андай ғой, почти предложение енді. Сіздерде рет бар ма екен, е? Мансұр, төбелеспедім мен саған. Кім ол? Мен ғой. Не істеп жүрсің? Балдар қырыла ма не? Төбелесе ма? Бала болғаннан кейін төбелеседі да. Кім жеген? Басынан мен. Соны сұрауға келдің ба? Жүрші, сөйлесіп қайтайық. Жүріп. Түсіңдегі қызға бар. Асия, мен ояндым, рас айтам. Жүрші. Шетелге барасың ба мен? Продукт ақ болғам. Асия? Костюм шалбармен кетіп тұр ғой? Асия? Не? Киініп алайық та?
Жездет. сыйқырға толы әлемім сенсің. Абайлап, көзіңді ашпа. Вау. Сен бұның бәрін қайдан көріп алып жүрсің? Өмір үйретеді ол. Қайта. Бір жағынан жақсы екен, е? Балалар жылар, мешайт етпейді. Бұл бізге ешкім мешайт етпейді. Уақытың ба? Жаңыл ал. Неге? Тағы ма? Аузыңнан жеп ал балам. Тұрдың ба? Жаңа оятып едім, тұрмадың ғой. Асығыз омлет пісіре салам дейсің ба? Жейсің ба? Мен сенің омлетіңді сағынғаныма бір күн болды ғой. Ойбай, сенің омлетің бар ғой. Әлемдегі ең дәмді омлет қой. Айтпаш қысым. Қазір великіңді жөндеп қоямыз. Садикке великпен барамыз. Қалай саған? Ура! Әкел бесті. Әкел бетті. Ух ты! Аманшылық па, не болсаң? Не болған? Ояндым, ұйқым қанды, басқа не? Балдар жинақта. Сосын қалғады онда кешке балдарды алып кетсін. Не үшін? Не үшін? Кешке кинотеатрға бармаймыз ба? Тамағын не қарап өтсін? Мультик көресіңдер ма? Көре беріңдер. Асықпай. Ай, менің жан-жарым-ай, мұң гүлдің арасынан байқадым сені қалай. Ай, менің қабырғам-ай, күйсеңші жабырға. Қандай керемет. Шынымен? Я, ұнады оған. Әсе, саған не болып кетті? Ей, Әсе? Иығым ауырып кетті, массаж істеп берші. Сені мен жолықтырдым, мені қалай.